Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода сіздерге осындай новогодний коробочканың жиналуын көрсетемін. Бұл коробочка біздің новогодний каналда бар. Егер де новогодний каналға қосылғыңыз келсе, астындағы комментарийді оқыңыздар. Мен шаблонды распечаткадан шығарып қойдым. Шығарған кезде 5 поле шығардым. С полями шығарсаңыздар да болады, 5 поле шығарсаңыздар болады. Егер де с полями шығаратын болсаңыз, шаблоныңыз 1-2 сантиметрге кішіректеу болады. Ал мынау видеода 5 поле шығарылған. Бұның басқа да түрлері бар. Суреттің орнына жазу қойсаңыз болады, міне. Мына жерде бір шетінде сурет, екінші шетіне қалған текстіңізді жазсаңыз болады. Бір коробканы шығару үшін сізге 3 фотобумага қажет болады. Фотобумаганың қалыңдығы 230 граммнан жоғары. Ең бірінші основаниясынан бастаймын. Шаблонымды канцелярский ножбен кесіп аламын. Қайшымен қисық болып кетуі мүмкін, сол үшін канцелярский ножбен астыңғы жағын кесіп қойдым. Енді қазір маған осы бомбонеркам жинап шығу керек. Канцелярский ножбен немесе қайшымен қисаңыздар болады. Қиып болғаннан кейін әр линия бойынша биговкасын жасайсыз. Биговкасын білесіз не үшін жасайсыз? Өйткені сіздің шаблоныңыз жақсы майысу үшін. Міне, мына жерді канцелярский ножбен кесіп алдым. Енді ары қарай труднодоступный месталарды қайшымен кесіп жатырмын. Түзу сызатын жерлер көп болса, онда канцелярский ножбен кестім. Енді биговка жасап болғаннан кейін осылай майыстырамыз. Екіншісінде дәл солай қиып шығасыздар. Біріншісін қалай жасадық, дәл солай екіншісінде жасайсыздар. Міне, майыстырып жатырмын барлығын. Осылай ровно майыстыру үшін обязательно биговкаңыз дұрыс болу керек. Міне, мен уже шаблондарын кесіп қойдым. Қараңыздар, енді осылай қаратам да, мынау шетіне, бір шетіне двухсторонний скотчты жабыстырамын. Клей немесе двухсторонний скотч. Маған ыңғайлы двухсторонний скотч. Бай жабыстырдым, көрдіңіз бе? Дәл. Міне. Енді тағаламда осы шетіне жабыстырамын. Осылай жабыстырып болғаннан кейін, міне осылай қысамыз. Аха, болды. Енді қазір ішкі жағын жабыстырамын одан кейін. 4 жерінен клейді жабыстырып шықтым. Міне, основанияға клейді жақтым, сосын былай кигізетін боламын үшін. Чтобы біздің астыңғы шаблонымыз осыған жабыс қалсын деп. Міне, жабыстым. Енді қазір бізге, міне шаблонымыз біздің уже почти дайын. Енді қазір екі шетін кигізем, сосын астыңғы основаниясын жабыстыратын боламыз. Міне біздің шаблонымыз енді толықтай дайын. Енді астыңғы жағына осылай жабыстыру керек. Міне. Біріншісін біз ішкі жағынан жабыстырған болатынымыз. Енді екіншісін жай ғана былай жабыстыра саламыз. Міне. Все. Енді барлығы анық көрініп тұр, міне, видеода. Тағы бір рет айтып кетейін, қандай қағазға шығардым? Фотобумага менде глянцевая. Двухсторонняя немесе односторонняя ала берсеңіз болады. Фотобумаганың қалыңдығы 230 грамм. 230 граммнан жоғары 300 граммға дейін қағаздарға шығаруға болады. Комментарийдің астына қай жерден бұндай шаблондарды алуға болады, сол жайында ақпаратты білдіріңіздер.